Так, сәлеметсіз бе кешер апай. Бүгін бізде лабораториялық жұмыс. Бізде 11-ші лабораториялық жұмыс. Бізде лабораториялық жұмыс бойынша искусственный интеллект, нейрондық желілерді қолданып, аудару саласында қолдану. Так, сыналып тастайық. Бізде жалпы код осындай. Ол жерде трансформер библиотекасын, одан кейін ішінде Marian MT модель, Marian Tokenizer сынды библиотекалар, одан кейін IPython display, оны IPD деп қысқартып аламыз. Одан кейін біз модельді импорттаймыз. Модельді импорттағынан кезекті сол моделімізді Tokenizer модель сынды екі айнымалыға теңестіріп жаңа айнымалы алатын боламыз. Және бізде программамыз ағылшынша текст енгізуімізді сұрайды. Текст енгізгеннен кейін біз жаңа моделімізді қолданып, сол текстімізді шығарып, оны жүйемізге, компьютерімізге сақтайды, және одан кейін оны дауыстап аудиосын айтып береді. Ал енді оны запускать етсек, такс. Так, міне бізде введите текст на английском деп мұнда шығады. Допустим, менің атым жаңғыртып жазайық. My name is Ангард. Меня зовут Зандар. Яғни бұл жерде бізде тексті қабылдайды. Одан кейін бізде жаңа құрған моделіміз арқылы нейрондық желімен оны аударатын болады. Және оны TTS арқылы GTTS, яғни Pythonның аудиолармен жұмыс істеуге арналған арнайы библиотекасы арқылы шақырып, оны аударатын аудировать, яғни аудио арқылы шығаратын боламыз. Одан кейін мен текст бұл кодты дамытып, ткейнтер арқылы пользовательский қолданушы интерфейсін жасаған болатын. Запускать ететін болсақ, яғни уже бізде интерактив болады. Адамдар консольда емес, приложенияда, ткейнтерда, хостта жұмыс істеу мүмкіндігі бар. Қазір компиляцияны күтейік. Мен жазатын болсақ, бізде хост бар. Жаңа жазайық, мысалы, my name is Илон Маск. Запускать ететін болсақ, Меня зовут Илон Маск. яғни осы текстімізді бізге аударып, бізге шығарып беретін болады. Бұл жерде одан кейін астына перевод деп астында переводын жазып береді. Бұл жерде кодта жаңа ткейнтер нелерін қолдандық. Одан кейін message box сынды ткейнтерді тк деп қысқартып алатын боламыз. Кодтың барлық түсіндірмесін неге жазып кеткен болатын отчетыма. Одан кейін және семинар сабағы ретінде мен презентация қорғағым келеді. Осы тақырыпта жалпы біздің тақырып нейронные сети в машинном переводе, яғни нейрондық желілерді аударма ісіне қолдану. Нейронные сети произвели революцию в машинном переводе. Они сломали языковые барьеры, пройдя более 70 лет эволюции. Эта технология открыла новые горизонты для глобального общения. Жалпы ең бір аудару ісінде ең қатты қолданылатын программалардың бірі Google Translator'ды айтсақ болады. Ол жерде оған ұқсас сынды приложениялар көп, бірақ олардың басты негізі осы аудару ісі. Оның ішінде нейрондық желілерді қолданылады. Одан кейін история развития машинного перевода. Менің машиналық аударманы кезеңдері. Ең алғашқы 1953 rule-based системы. Это первая система машинного перевода, основывались на жестких правилах. Яғни ең басында олар өте 50-ші жылдар бастапқы кезең болғандықтан, олар өте қатты гибкий болмаған, көбіне статикалық өзгеріске қатты бейім емес. Одан кейін 2-ші жылдар
Статический перевод анализирует большие объемы текста, яғни үлкен тексттарды анализдеп, соларға былайша айтқанда ұқсатып, келген тексттер болса, соған сәйкес аудармалар жасайды. Одан кейін 2016 жылдан бастап нейрондық желілердің дамуымен бізде уже үлкен объемдар керек емес. Үлкен объемы үйретілген модельдер пайда болады. Сол модельдер белгілі бір паттерндарға сәйкес жаңа паттерндарды шығарып, аудармасын бір шама жеңілдетті. Одан кейін технология нейронных сетей, ол біз бірнеше технологиялар қолданады. Ол біріншісі глубокое машинное обучение, терең машиналық оқыту, использует многослойные нейронные сети для обработки информации, яғни бірнеше қабаттардан тұратын нейрондық желілерді қолданады, яғни әр қабаттан өткен сайын тереңірек оқу жүйесі дами береді. Екіншісі анализ контекста и семантика, яғни сөздер әр контексті әр түрлі мағына білдіреді, және семантика, яғни сөздердің аяқталуы, окончание сөздің ортасында, басында келуіне сәйкес мағынасы өзгере береді. Сол нейрондық желілер сол контекстті және семантиканы ажыратып, соған сәйкес барынша нақты аударма жасауға тырысады. Обработка целых предложений, яғни белгілі бір сөйлемдер көп кездесетін болса, оларды автоматты түрде аудару мүмкіндігі бар деген сияқты. Одан кейін нейрондық желілердің архитектурасы, ол бірінші трансформер. Модель трансформер является основной современной архитектурой, яғни бұл моделіміз, біз қолданған трансформер, біз кодымызды да қолданған болатын, бұл негізгі модель болып табылады. Одан кейін многоязычные модели, бұл бірнеше тілдердің арасында аудару мүмкіндік береді. Қазақшадан орысша, орысшадан ағылшынша, қытайша деген сияқты интеграция. Бұл бірнеше басқа платформалармен бірлесіп, бұл жұмысты барынша дамытады. Одан кейін применение в различных областях. Бұл қандай салаларда қолданады? Жалпы электронная коммерция, яғни бір сайттарға кіретін болсаңыз, Pinduoduo деген сияқты тілді білмесеңіз де, осы нейрондық желі арқылы сіз сол тілде, сол өз тіліңізге аударылып, тапсырыс бере аласыз. Туризмде түсінікті, басқа ел, басқа тіл, ол жерде аударма программасы керек. Медицина, бізде көптеген медициналық терминдар грекше және латын тілінде жазылған. Олар көбісі біле бермесе де, осы нейрондық желілер арқылы аудармасын біледі. Юриспруденция сол секілді бірнеше мемлекеттер арасында заң жүзінде келісім жүретін болса, іс-шаралар келісімшарт болатын болса, міндетті түрде аудармашылар керек. Преимущество и ограничения. Ең бірінші скорость перевода, яғни жылдам, адамға қарағанда осындай монотонны жұмыстарда машина әрдайым алда болады. Точность көбінесе 90% дәлдікті көрсетеді. И постредактирование требуется для специализированных текстов. Яғни кейбір сөздер, кейбір сөйлемдер өте қиын болуы мүмкін аудару, яғни бір астарлы мағына жатуы мүмкін, оны көбінесе нейрондық желілер дұрыс аудара бермейді. Будущее машинного обучения, интеграция с другими технологиями, яғни включает интеграцию с другими платформами. Біз бұл интеграцияны қазір де көріп жатыр. Арнайы переводчик болмаса да, ойындардың ішінде, сайттарда, басқа да видеоларда, контент саласында осы аудармасы көптеп қолданады. Әсіресе Яндекс компаниясы өте белсенді қолданады. Реал-тайм перевод речи, жаңа айтқаным, Яндекс приложениясын көшіретін болсаңыз, ағылшын тіліндегі видеоны аударып, сізге орысша озвучкасымен бірге шығарып береді. Орысша дыбыстамасы, қазақша орысша дыбыстамасымен. Адаптивная система персонализирует переводы с учетом контекста. Яғни әр адамға, әр контекстке сәйкес өзіне, мысалы жаргон болса жаргонда, сленг бойынша сленгті, официалды, ресми керек болса ресми деген сынды. Одан кейін жалпы айтатын болсақ, қорытынды ретінде, бұл
нейрондық желілерді аударма үстінде қолдану өте тиімді деп санаймын. Әсіресе осындай нақты бір текстер, нақты бір мәтіндер болатын болса, аудармасы өте тиімді, өйткені ол көбінесе нақты аударады және өте шығындар аз. Егер тіл үйренушілер болса да жекелеген сөздерді, контексттерді аудару арқылы өз тіл үйрену процесін біршама жеңілдетеді. Ал егер қарым-қатынас мәселесіне келетін болсақ, мен интеллектуалды желіні әзірше қолдамайтын едім, өйткені қарым-қатынас келісім шарт кезінде бірнеше ситуациялар болады, адамдарда контекст әртүрлі болады. Ол жерде уже контексті екі тараптың да мәдениетін, екі шетелдік болса, олардың мәдениетін, олардың сленгтарын, олардың әдет-ғұрыптарын білу керек. Себебі тіл әрдайым өзгеріп отырады. Нейрондық желілер олардың артынан ілесе алмауы мүмкін. Және нейрондық желінің бір кемшілігі, ол интернетте текст форматында барған текст форматындағы ғана мәліметтерді алады, ал тіл көбіне келісімшартты адамдармен сөйлесу барысында тіл өте көп өзгереді. Ол және көбінесе қағаз жүзіне еніп жатпайды. Соның арқасында көптеген кейбір астарлы мағыналарды, мысалы, ит өлген жер деген сынды сөздерді, олар ит өлген жер, барса келмес деген сынды сөздерді орысшаға дұрыс аудармауы, басқа тілдерге дұрыс аудармауы мүмкін. Жалпы өте мықты технологиялардың бірі, барлығына қолдаймын. Соңында айтатын, бұл менің ноутбугым, сеанс с Бакен Заңғар. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.